Жазғы түрі Абай ата айтқан көктем. Негізі Абайдың жазғы түрі өлеңі. Балалар, қанеке бәріміз жайланып, өзімізге ыңғайлы, денемізді бос ұстап отырайық. Енді көзімізді жұмып, терең тыныс алайық. Мұрынмен ауаны жұтып, ауызбен жайлап шығарамыз. Тағы да мұрынмен ауаны жұтып, жайлап ауызбен шығарамыз. Қазір бәріміз Абай атаның көктемгі табиғатына бірге саяхат жасайық. Елестетейікші, жазғы түрі күн шуағын шашып тұр. Абай ата айтқан, жазғы түрі қалмайтын қысты жүзі, сызы масатыдай құлпырар жердің жүзі. Айнала жасыл, ауа, таза, құстар мәз. Сылдыр-сылдыр су ағып тұр бұлақтың басында. Жер бетінде жаңа өмір басталды. Көздеріңізге елестетіңдерші, қозылар секіріп жүр. Аспанда күн күлімдеп тұр. Құстар болса ұшып, көктем әнін айтып жүр. Қане құлағымызды түріп көрейікші. Жаңағы сылдырлап жаққан бұлақтың жанына барып, бәріміз тынығып отырайық. Ауа райы қандай әдемі, табиғат сондай сүйкімді. Мен табиғатты қатты жақсы көремін. Мен мейірімді баламын, деп ішімізден қайталаймыз. Тағы да терең тыныс алайық. Біз көктеммен бірге жаңарып келеміз. Енді көзімізді ашайық. Біз көңілдіміз, сергекпіз, көктемдей мейірімдіміз. Жарайсыңдар.